неге біздің білім бөлім басшысының айтқан сөзінің ісі неге үйлесім таппайды? Мақтаарал ауданының әкімдігіне келіп тұрмыз. Кеше маған өтініш арқылы келуіңізді өтінеміз деп хабарлама хат жіберілген. Келсек, міне әкімдікте ешкім жоқ. Қалай жүрсіз? Мақтаарал ауданы әкімі аппараты. Жоспарланбаған, бұнда жиналыс жоспарланбаған деп жауап беріп отыр бізге. Қазір мен хабарласып көрейін. Қазір Ақтөбеде жиын болады ма? Жоқ, болады. Мемлекеттік жаңағы Шотаман Уәлиханов болған жаңағы әнұранның Нұрсұлтан Назарбаев, Ниязбеков, есіме түспей жатыр қазір. Ресми хат тастап отыр ғой? Иә, өтініш арқылы кеше маған ресми хат тастаған. Және білім бөлімі басшысы Қайрат Арақ мырза жолдап отыр. айналып келгенде таяқты сіз жиындап Таяқты мен жеймін. И так жеп жатырмын. Босатып атқан жоқпын. Сәл шыдасақ бәрі нормально болады. ол кісі өзіне жүктеген функционалды міндетті білмейді ма, жоқ әлде бұл өз ісіне салғырттық қарау ма? Енді өз ісіне салғырттық қарау Бұл жерде мектептің директорына заңсыздық кеткен. Ол тарап кетті, тарамай кетті, ол маңызды емес. Сағат қазір 6 болды, ол кісі әлі жоқ. Балық басынан шірейді деген осы. Жиын бола ма екен? Жоспарланды ма бүгінгі? Мен сізден хабар ет. Бірақ жоспарланбаған бүгінгі. Жоқ, мен білмей тұрмын ғой. Мен білсем, Хатқа жауаптым дедім. мен бұған жауапты емеспін. Бұл білім бөліміне қарасты да, біз білім бөліміне қарамаймыз ғой. Ол жаңағы облыс. Енді қазір мен хабарласып көрейін. Қазір Ақтөбеде жиын болады ма? Отқан жоқ па? Жоқ, болады. Адресті дұрыс жазып алыңыз ба? Адресті Жұртты шақырасыздар, бұл жерде білмейді бұндай. Мақтаарал ауданы әкімдігінің бөлімдегі акция деген. Бұл аудан әкім аппараты да? Жоқ, мұны хат тұр ғой. Аудан әкімдігі бөлімдері ана көшеде. Бұл көше аудан әкім аппараты. Мәди Ходжаев көшесі. Сіздер дұрыс түсінбегенсіздер. Қалай жүрсіз? Мақтаарал ауданы әкімі аппараты бұл жер. Аудан әкімдігінің бөлімдері келесі көшеде. Мақтаарал ауданы әкімдігі бөлімдерінің акт залында тыңдалып. Бөлімдері келесі көшеде, Мәди Ходжаев көшесінде. Хабарлаймын. Бұл әкім аппараты. Бұл жерде бөлімдер отырмайды, бөлімдер келесі. Оны сіз білесіз, тағы кім біледі? Макс Евреев. Жоқ, сыртына жазылып тұр ғой. Сыртына жазылып тұр. Басшының негізі хабары бар ғой, бірақ деген ол жерде бүгін бір жиналыс бола ма деп сұралған ол жерде. Сөйтіп ол кісі ойлаған бір аудан көлемінде бір білім саласында бір жиналыс болады деп ойлап. Сол жақта болып жатыр ма жиналыс енді? Осы тыңдалмай шағылған, тыңдалмай жетеміз. Не деген басшыдан бастап жауапкершілік жоқ та сонда? Не үшін мен шақырдым? Қандай мектепке кетті? Жұмыс жоспарына Мектептерді аралауды жоспарлаған ба әлде мен арызымды қарау үшін? Не жоспарлады? Мектепке кетті деп болды. Маған айтқан сөз сол. Мен басқа ешнәрсе деп жауап бермеймін сізге. Айта аласыз ба, журналистер? жұмыс жоспарын көрсек, бар ма жұмыс жоспары? Асанханада өзінде ме газға қосылмаған 3-4 мектепте мәселе болып жатыр деп жатыр. Газ мәселесі бойынша жүрген болу керек, қайсы деген білмеймін. Жоспары бар шығар енді. Үйінде жатыр ма, біз қайдан білеміз? Неге көрсетпейді ол? Тұру керек қыздерден, біреу іздеп келеді, облыстан келеді. Не деп айтасыздар? Білмейміз дейсіздер ме? Бұл кісінің талабы негізі заң түрінде заңда. Бұл кісіге хабарлама бермеген. Дер кезінде берілмеген. Еңбек шартында нақты күні көрсетілмесе, 15 күн алдын хабарлама беру керек. Мектептің директоры сол талаптарды бұзған, еңбек кодексінің талаптарын. Соның нәтижесінде осындай дауыс шығып тұр ол жерде. Нәтижесінде енді қазіргі таңда мектептің директоры сізге кеше ответін берілді. Мектептің директоры сізге қазіргі таңда не сағат ұсынып тұр? 8 сағат бір лаборант береміз деді сізге. Одан ертең декабрьдің ішінде бір кісі зейнетке кетеді. Сол кісі сол декабрьден кейін январьдың басынан бастап сізге 16 сағат толығымен жұмыс жүргізеді. Бұл жерде мектептің директорына заңсыздық кеткен. Мектептің директорына ұсыныс берілді. Мектептің директоры орындауы міндетті. Қандай ұсыныс бердіңіздер? Ұсыныста кемшіліктерді жою, бұл кісіні қайта жұмысқа орналастыру.
Қанша уақыт бердіңіздер? Қанша уақыт болғанда 5 жұмыс күні ішінде бұл кісі бізге ответ береді ғой. Орындалмаған жағдайда не жасайсыз? Орындалмаған жағдайда бұл келісу комиссиясына, мектептің келісу комиссиясы бар. Мектептің келісу комиссиясына, келісу комиссиясы реттемеген жағдайда сотқа жүгінуге құқығы бар бұл кісі. Заңды декретке кеткен азамат, педагог, декреттен келген кезде оның жұмыс орны сақталу керек. Қандай жағдайда да. Біздің қалатын қағидамыз осы. Сынып тарай ма, тарамай ма, ол жағы маған маңызды емес. Бұл декретке шыққан кезде Мадина қайтып келген кезде дәл сол орынға отыруы тиіс. Ол однозначно болатын сөз осы. Басқа бұл жерде сөз жоқ. Ол тарап кетті, тарамай кетті, ол маңызды емес. Бөлім басшысы Қайрат Арап мырза бүгін мені арызым бойынша акт залға шақырған. Міне сағат қазір 6 болды, ол кісі әлі жоқ. Әкімшілікке бардық, біз білім бөліміне келдік, 5 айлық ұлымды тастап келіп отырмын. Сонда ол кісі қалай айлық алып отыр, бүгін міне жұмыста жоқ екен дәлелденіп тұр. Балық басынан шірейді деген осы. Былтырғы 23-24 оқу жылында 44 класс болды, комплект бізде, 44 класс комплект. Біреуі инклюзив бітті, 44 болды. Сөйтіп, инклюзив бітті уже, биылғы оқу жылында бітті. Сонымен ол қызымыз декретке кетті, инклюзивтегі қызымыз. Енді бұяқта 3 класс қалды ғой. 3 класс бізде қысқарды, бала санының азаюына байланысты. Мен осы жайында 23 жылы декабрьден бері хабарлап келіп жатырмын. Апайлар, класс саны қысқарып кетуі мүмкін. Әр класс бөліп тұр, бұнда да бала 10 бала, 12 бала, 13 баламен класс ашпайды. Сөйтіп ескертіп келдім декабрьде. Кейін январда және бір ескерттім да, кейін февралда ол қызымыз жиналыста болған. Сөйтіп кейін мен алдын ала алайын дедім да, по фамилию жиналыста айттым. Осы ұстаздар бала санының азаюына байланысты ендігі 24-25 оқу жылына жұмыспен қамтамасыз ете алмайтынымды ескертемін дедім. Сөйтіп бұл 1 апрельден декретке кетті, Мадина деген қызымыз. Декрет біткеннен кейін еңбек демалысына жібердік, 2 айға. Еңбек демалысы 30 сентябрьде бітті да, түсіндіңіз ба? 30 сентябрьде. 30 сентябрь күні бізді оқуға кетіп қалдық, оқуға. 20 күні оқуға, менеджмент бойынша. Сөйтіп, мен оқуда жүргенде звондап қалдым. Айналайын, сал қоя тұршы. Шешілмейтін мәселе жоқ, ананың бәрін шештік. Мен негізі бір 13 адамға беріп едім. Бәрін жайғастырдым. Осы бастауыштағы 2 апайға 8 сағаттан басқа сағат бердім да, олардың келісімін алып. Кейін Мадина қызымызға айттым. Мадина, мына декабрьге дейін осыны 8 сағатпен істеп тұр. Ертең жайғасып кетесің ары қарай. Бірақ класты мен бере алмаймын. Дедім, оғай болмайды деді. Кейін мен айттым, онда бір жарым кітапқа беріп тұрайын, пока уақытша істеп тұр. Бірақ саған беретін класс жоқ. Кімді алып беріп, бәрі үлкен жігіттерді, неде пенсия жасында 4 жыл, 5 жылға ғана апайлар бар. Бәрі үлкен апайлар ғой, Союзден деп отырған. Сен кішкентайың бар, отырады, 2 ай шыда, сен қуып атқан жоқпын жұмыстан, босатып атқан жоқпын. Сәл шыдасаң, бәрі нормальный болады. Соған енді келіспеушілік болып жатыр ғой соған. Сол ұсыныстар беріп жатырмын. 8 сағат бердім болған, 1 ставка лаборант та берейін дедім. Жоқ енді. Енді сәл шыдаса болатын еді, бәрі жақсы болып кеткен. Енді былай айтқан кезде қазір заң сөйлейтін заман бар. Иә. Дұрыс мен түсінемін. Мен босатып атқан жоқпын. Алда жылда кет, саған жоқ деп атқан жоқпын. Айналайын, өтініш. 1 жарым ставка істеп тұр, 1-2 ай. Жаңа жылдан кейін жаңа тариф болады. Ана апай пенсияға кетеді, жайғасып кетесің ары қарай. Ставкың болады деп жатырмын. Сонда ол директор өзінің функционалды міндетін білмейді ма сонда? Ескертіп жіберу керек екен, ол орынды сақтау керек екен. Мысалы, оқу жылы басталатын кезде тарификация бәрі белгілейді, уақыт сағат бәрін бөледі. Сонда ол кісі өзіне жүктелген функционалды міндетті білмейді ма, жоқ әлде бұл өз ісіне салғырттық қарау ма? Енді өз ісіне салғырттық қарау былай жағынан, яғни заңнамаларды тиісті дәрежеде білмегендіктен сондай қателікке жол беріп отыр. Яғни мектеп басшысы болғаннан кейін сол мектептегі моральдық ахуалды тыныш неде ұстап, ушықтырмай, барлық дауларды
келісім комиссиясы арқылы мектептің ішінде жаңағыдай сағатын несін теңдей бөліп сөйтіп ұстау керек еді да, ушықтырмай, дау қылғызбай. Мен сол уақытта заңгерді шақырып айтқам, декреттегі мұғалімге ол жұмыс орны сақталады, яғни ешқандай қысқаруға, жұмыстан шығарылуға жатпайды, ол заңсыз. Тиісті сағаттары, атаулы жүктемесі берілу керек деп. 3 сынып бастауышта қысқаруға мәжбүр болады. Өйткені ауылдан қалаға көшіп жатқандар бар, басқа мектепке ауысып жатқандар бар. Сондықтан 3 сынып қысқарады. Мектеп директоры бастауыштағы мұғалімдердің барлығының көпшілігіне жаңағы уведомление береді. Ол тәртіп сондай, еңбек кодексіне сәйкес. Бірақ декреттегі жұмыс орны сақталады. Ешқандай қысқаруға жатпайды. Енді сағат қайдан табам деп, жаңағыдай 8 сағат ұсынады мектеп директоры. 8 сағатқа Мадина көнбейді. Зертханашын ұсынады, оған көнбейді. Сондай, былайша айтқанда, тартыс болған, айтыс тартыс. Келісе алмаушылық. Сіз айтып отырсыз ғой енді, мынау ескерту керек деп алдын ала ше, ескерту керек. Енді директор тарапынан ондай ескерту болмаған, болса да бір ай өтіп кеткеннен кейін барған, ол үйті ол ескерту, дау әлеуметтік желіге шыққаннан кейін бар ол ескерту келген. Мектеп басшысына тиісті тәртіп шара қолданылды, сөгіс тәртіп шарасы қолданылды мектеп басшысына. Қырын сұрап едік енді, қоңғанда соңғы кезін шығар дегенде, оны да білмейтін деп жүрген мектептің директорлары. Білмеген былай тұрсын мемлекеттік рәміздерімізге құрмет танытатындар бар. Жоқ, бұл мына неге сіз үлгі болыңызшы деген оймен біз сұрап отырмық. Сізден ертең сіз эфирде басшымыз берген отын қорғанда бізде жаңағы сіздің айтқаныңызды бәлкім ол кісілер жаттап алар деген оймен сұрап отырмыз. Мемлекеттік авторыңыз пресс-порталында. Уәлиханов, Жандарбеков. Мемлекеттің туын авторы. Ертең бара қазір ораламыз. Ниязбек, жоқ. Жақсы, мемлекеттік жаңа біздің елтаңның авторлары енді сізді басшысыз көп үлгі болсын, білмейтін жаңа мектеп директорына үлгі болсын деп ойын көрсетейік. Мемлекеттік жаңа туын авторлары бұл құрмет өте жоғары болуы тиіс, өзіңіз заңмен бекітілген. Шатастыру мүмкін, енді Шотаман Уәлиханов болған жаңағы әнұранның Нұрсұлтан Назарбаев, Ниязбеков, есіме түспей жатыр қазір.